Сәлеметсіздер ме, құрметті ағылшын тілі үйренушілер, оқушылар, студенттер. Енді бүгінгі біздің үшінші сабағымыздың тақырыбы жалғау S. Бұл не? Қай кезде қолданамыз? Неге бұл жиі кездеседі деген сұрақтарға қазір жауап алатын боламыз. Ал кеттік. She has got maps. She has got glasses деген қарап отырсаңыздар, мына жерде 4 сөйлем тұр. Енді алдымен 2 сөйлемді талдайтын боламыз. She has got maps деген ода карта бар деген, е? Map ол карта. Карталар деп айтатын болса, көпше түрде онда S жалғайтын боламыз. Яғни жекешеден көпшеге жалғау мақсатында S жалғаймыз міндетті түрде. She has got glasses. S жалғаймыз. Неге? Себебі мына жерде double S деп айтамыз. 2 S келетін болса, CH келетін болса, S, X, O, CH осы endings деп айтамыз. Яғни жалғаулар болатын болса, әріптер деп айтайын сіздерге түсінікті болу мақсатында ES-ті міндетті жалғаймыз. Егер сіздерде жай ғана map-ке ES немесе S-тің өзін, немесе glass-ке S-тің өзін жалғайтын болса, ол қате болып саналады. Сондықтан мына структураны жақсылап естеріңізге сақтап алып, жаттап алсаңыздар. Ал енді maps glass деген бұл не бізде? Зат есім. Зат есім болғандықтан міндетті түрде көпше түрге айналдыратын болсақ, S жалғаймыз. Ал енді мына жерде қарайтын болсаңыздар, she reads, she writes деп айтып тұр, е? Яғни read, write деген оқу, жазу. Екеуі етістік болғандықтан, үшінші жақта, she деген үшінші жақта болып тұр, S жалғаймыз, яғни етістік. S. Яғни осы жақ present simple деп айтамыз, үшінші жаққа айналдыратын болса, she, he, it болса, етістікке міндетті S жалғап отырамыз. Оны ұмытпайсыздар. Мысалы, сіз she read десеңіз, ол қате болып табылады. Сондықтан she reads деп айтқандарыңыз дұрыс. Енді құрметті ағылшын тілін үйренушілер, сіздерге мына тапсырманы беріп отырмын. Осы қате сөйлем, соны дұрыс сөйлем қылып, комментарийға төменге дұрыс вариант деп айтамыз, нұсқасын жазып жіберсеңіздер. Рахмет.